эфирге де шығуымыздың басты бағыты осы мені ұйқы аяндар осы бір халқымызға бір қандай да бір қолдауымызды көрсету керек екенімізді, дұрыс бағыттың бар екенін, ол қазақ психологиясы, ата жолы, Абай атамыз, Шәкәрім атамыз, Мәшкүрік Жүсіп атамыз, Бекет атамыз, әулие әмбиелеріміз, ата бабаларымыз жүріп жеткен жол екенін, солардың батасы екенін, сосын жаңағы енді пайғамбарымыздың да Алланың игілігімен сәлем болсын, жер бетіне мейірімділікті, махаббатты сондай көркем мінезбен тастап кеткендігі туралы, яғни тәрбиеге келіп тірелетіндігін қаншама оқып та жатырмыз да, естіп та жатырмыз. Сондықтан осы бір бағытқа келсек екен. Біздің қазағымызға негізі өте қарапайым болған, шынайылық болмыспен, сондай адамзат баласына бір-біріне мейірімді болған, және де біздің ішкен асымыздың бәрі адал, себебі малдан бағып, қағып, сол егінді егіп, өсіріп, үйді салып, ұрпағымыз үшін деп артына мұра қалдырған, мұра болғанда ол дүние мүлік емес. Біздің ешбір атамыз, естісеңіздер, мүлік қалдырмаған ешбір атамыз жаңағы менің балам бай болсын демеген. Керісінше менің балам білімді болсын, ғылым ізденсін, адамзат баласына тигізер пайдасы болсын деп. Яғни біздің Әйтеке би атамыз айтып кеткендей да, бақ ол мұз секілді ериді де кетеді, тақ ол жаңағы уақытша бір дүниеде жоқ болып кетеді. Одан кейін адамзат баласына қалатын нәрсе ол артындағы игі ісі деген екен да. Сондықтан әрбір адамзат баласы бұл өмірге келгеннен кейін неге келдім, не үшін келдім, не істеуім керек деген ықпал. Жалғыз ғана ішіп жеммен артылатын болсақ, онда біз бұл дүниеде нәпсінің айтқанына еркеміз. Қазіргі уақытта сол нәпсімен алысып жатқан жайымыз бар да. Бай болуым керек, үйге барып біреу кредитке мебель алып жатса мен де аламын, шама жарқымызға қарамаймыз, біреу кредитке үй алып жатса мен де аламын деп. Мүмкін Алла тағала шынымен де, расымен де сізді уақытша дүние мүліктен ысырып тұрған шығар. Сізге рухани бай болған кезде ғана дүние мүлікті де, баспананы да, керемет жағдайда да жасап беріп отырған. Өйткені ризықты Алла тағала аспаннан жаудырады да. Ата тегіміз осының бәрін біліп, соның бәрін түсіндіргісі келіп, исламның да керемет бағыттарын олар батаға енгізген, батаның ішіне енгізген. Батамен ел көрге кереді, нөсермен жер көгереді. Яғни адамзат баласы тазалыққа бейімделсе, және де осы тазалықпен даналыққа тәрбиеленсе, даналықтан осы жүректегі бір сезімдері адамзат баласына бір-бірімен сондай сезіммен жеткізе білсе, бұның керемет екендігін түсіндірген екен дағы да. Ниет қабыл болсын.